Жыл сайын аталған бәйге Алматыда ұйымдастырылып тұрады. Кеңес одағының спорт шебері атағын иеленген Сергей Прокопьевич Ковачкинді еске алуға арналған халықаралық турнир биыл да өз жалауын желбіреткен тұғын. Қазанның 31 жұлдызынан 5 қарашаға дейін жалғасқан додаға 2003 жылғы жасөспірімдер командалары қатысты. Қайрат футбол клубының академиясына өткен бұл шараға еліміздің қос бірдей мықты жұмыс саналатын Қайрат және Астана тәлімгерлері бақ сынаған болатын. Сондай-ақ Алматы қаласының атынан бәсекеге араласқан Жас Қыран, Бішкектік Дардой, Ташкенттік Пақтақор мен Мәскеулік Чертанова ұжымдары қатысып, барлығы 2 топқа бөлініп өзара кездесулер өткізді. Топтық кезеңді қорытындылап, клубтар өзара жартылай финал арқылы финалистерді анықтады. Дардойды 6-0 есебімен тізебіктірген Чертанова финалдағы қарсыласын күткен еді. Екінші кездесу Пақтақор мен Қайрат арасында өтіп, жеңіс 2-1 есебімен көршілеріміздің еншісінде кетті. Нәтижесінде финалда Өзбекстан мен Ресей командалары бақ сынауға мүмкіндік алды. Ал Қайрат кіші медаль үшін таласта айырғалпақты құрдастарымен күш сынасты. Жауапсыз қос топ соққан алматылықтар осылайша турнирдің қола жүлдегерлері атанды. Ал Пақтақор мен Чертанова арасындағы финалдық кезеңді тамашалау үшін жанкүйерлер де жан-жақтан ағыла бастаған еді. Ойында көпшілік күткендей өте тартысқа толы өрбіді. Қос тарапта да біршама гол соғатындай мүмкіндіктер болды. Бірақ көп жағдайда мүлт кетіп жатқан еді. Мұндағы жалғыз гол алғашқы таймаяқтылар сәтте соғылып, жеңісті ресейліктердің еншісіне жазды. Артем Соколовтың бағыттаған соққысы маңдайшаға тиіп, ішке еніп кеткен байқаған қапталдағы арбитрлар алаңның ортасын нұсқады. Ал кездесудің қалған бөлігінде ойыншылар алаңнан да қуылды. Жарақатталып жатқандары байқалды. Бірақ қақпа торына доп енбеді. Осылайша минималды есеппен Чертанова жеңіске жетіп, турнирдің жеңімпаздары атанды. Ал Пақтақор тәлімгерлері күмісті қанағат тұтпақ. Өте қызықты турнир, мықты ұжымдарда біршама. Біз үшін өте пайдалы өтіп, халықаралық тәжірибеде жинақтай алдық. Командалардың көбісі Азия аймағынан болғандықтан ойнау үлгілері мүлдем бөлек. Шараны ұйымдастырылу жағы да керемет болды. Финалдық кезеңде басымдық танытып, жеңіске әділ жеттік деген ойдамын. Алматы өте ғажайып қала екен, балаларға да ұнап жатыр. Барлығы жоғары деңгейде өтті. Қайратқа осы үшін алғыс айтамыз. Өзбекстандық команда сапына 7 және 18 нөмірдегі ойыншыларды ерекше атап өтер едім. Болашақтары жарқын екендіктеріне ешқандай шүбәм жоқ. Сергей Ковачкинді еске алуға арналған турнирдің биылғы маусымында белгілі командаларды қатыстыруды жөн деп санап, ресейлік Чертанова, өзбекстандық Пақтақор секілді ұжымдарды шақырдық. Одан бөлек еліміздің бетке ұстар клубтары Астана мен Қайрат жастарды атсалысты. Турнир ұйымдастырылу жағынан өте жоғары деңгейде өтті. Балалар тамаша футбол көрсете алды. Өзбек, Ресей, Қазақ футбол мектептерінің тәлімгерлері өзара тәжірибеде алмасты. Алдағы уақыттарда да Жас Қыранның Алматыдағы бөлімшесі осындай ауқымды шараларды өткізе бермек. Артынша жеңімпаз командаларды салтанатты түрде марапаттап, медальдар табысталды. Сондай-ақ үздік ойыншылардың да есімдері аталып, сыйлықтары ұсынылды. Нәтижесінде ойыншының жеке шеберлігіне баға беріліп, үздік жартылай қорғаушы номинациясы бойынша Пақтақор капитаны Аббос Файзуллаев марапатталды. Сондай-ақ турнирдің үздік ойыншысы болып командасына жеңіс сыйлаған Чертанованың жартылай қорғаушысы Артем Соколов танылды.